Айналамыз түрлі ақпаратқа толы заманда біз кейде неге мән беріп, неге көңіл бөлу керек, не маңызды емесін байқамай жатамыз. Санаңызды түрлі ойлар қаптап, концентрация жоғалып, нақты шешім қабылдай алмай, ойыңызды басқара алмау негізінде қазіргі таңда өте маңызды проблема болып саналады. Информационная перегрузка. Шамадан артық ақпарат. Бұл да бір грипп сияқты аяқ астынан пайда болып, сізді күтпеген жерден құлатуы мүмкін. Бірақ гриппке қарағанда сіз онымен ауырып жүргеніңізді білмеу мүмкінсіз. Бұл заманауи мәселе. Бұрын бұл қазіргідей қауіпті мәселе болған жоқ. Оған себеп болған адамзаттың ғылыми техникалық тұрғыда дамуы. Қазір біздің смартфонымызда бүкіл әлемдік білім ақпарат көзі бар. Интернет. Онымен бірге бізде Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp әлеуметтік желілер бар. Сіз осыдан 100 жыл бұрынғы адамның өмір бойы қабылдайтын ақпаратын бір аптада, біреулер тіпті бір күнде қабылдап жатады. Біздің миымыздың оның бәрімен жұмыс жасап талдай алады деп ойлайсыңдар ма? Жоқ. Нәтижесінде біздің заманда стресс, депрессия, түрлі фобиялар, тұлғаның бұзылуы сияқты аурулар кеңінен таралуда. Жай ғана кеңес айтқым келіп тұр. Қабылдап жатқан ақпарат көзіне мұқият қараңыздаршы. Қабылдап жатқан ақпаратпен жұмыс жасап білу керек. Басқарып білу керек. Ақпаратты адам басқара алса, ол егіз. Егер де ол байқаусыз қалса, ол нағыз жаумен тең. Мен бір затты қайталағым келмейді. Онымен қалай жұмыс жасау керектігі туралы мен бұрынғы видеоларымда айтып кеткем. Ендеше, осы көріскенше. Абай болыңыз.